Ал 2 күн демалыста 35 елді мекені су астына кеткен Қарағанды облысында Самарқан су қоймасы да арнасынан асты. Теміртау қаласындағы 70 жылдық тарихы бар қоймаға ағынды су Нұра өзенінен келіпті. Сөйтіп жақын маңдағы 33 үйге кіріп, тіпті ескі қалаға бара жолды түгел басып қалған. Топан су Теміртаудағы 2 көшедегі аулаға өткен жұма күннен бастап кіре бастаған. Сергелденге түскен тұрғындар содан бері өз күштерімен бөгет жасап, үйлерін құтқарудың қанша қарекетін жасса да, топан суға төтеп бере алмаған. Халық 3 күннен бері сыртқа әлі шеліктеп су тасудамыз дейді. 3 күннен бері тыным жоқ, қайдан келіп жатқанын білмейміз. Не таусылмайды бұл су. Бір бөлмені әрең тазартып, сонда тығылып отырмыз бәріміз. Нұра өзені тасиды деген хабарлама облыс тұрғындарына бір аптадан бері айтылып келеді. Сол өзеннің арнасына сыймаған су Самарқандқа құйылып, кесірінен жақын маңдағы 33 үйді басты. Тұрғындар қауіпті жерге көшірілгенімен қараусыз жатқан баспаналарына алаңдайды. Да, вчера она затопила. Бізді түнгі 2-лер шамасында осында келді. Ол кезде әлі су болмаған. Енді жолдасым үйге кіргенін айтады. Есік ашық, не болатынын кім білсін енді. Тек үйлерді ғана емес, Самарқан су қоймасынан тасыған су Теміртаудағы ескі қалаға жетер жолды түгел шайып кетіп отыр. Кесірінен қоғамдық және жеңіл көлік қозғалысына кедер келтіруде. Мамандар 4 күннен бері 3 плотинаны бірдей торауылдаса да, оның біреуі екпімен аққан суға ақыры шыдас бермепті. Жергілікті билік деңгейі 20 сантиметрге көтерілген суға 38 техника араласып жатқанын айтады. Тіпті қосалқы бөгеттерді бұзып, судың ағысын да өзгерткен. Сброс бізде 1500 болды. Кешкеден бастап 1500-ден ұстап отырмыз. Былтырмен салыстырғанда былтыр ең көп болғаны бір 7 сағат, 5 сағатқа 460 болған. Топан су басталғалы Теміртауға Покорный, Гагарин елді мекендеріне 1000-ға жуық тұрғын көшірілген. Зардап шеккен азаматтарды жылы үймен жарылқаған атқамінерлер қаланың өз басында тағы 38 баспанаға қауіп төніп тұрғанын айтады. Гүлназия Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, Арнайы Қазақ Ньюс үшін Теміртау қаласынан.